Жаратылыстану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы судың еріткіштік қасиеті. Бүгінгі сабақта сендер судың еріткіштік қасиетімен танысасыңдар, ерітінділердің қолданылуы туралы білесіңдер. Назарымызды оқулығымыздың 74-ші бетіне аударайық. Заттар суда ери ме? Акварель бояуға малынған қылқаламды суға сал. Біз сендермен көркем еңбекте орындаған есімізге түсірейік. Не байқадың? Суға салынған бояуға не болды? Яғни қандай түске боядық, сол түске өзгереді, иә? Бояу араласқан суды қалай атауға болады? Суреттерге қара. Барлық зат суда ери ме? Бізге әктас берілген және қосымша тас берілген. Қайсысы ериді, қайсысы еримейді? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін келесі назарымызды тәжірибеге аударайық. Бастайық. Ол үшін бізге тәжірибеге не керек? Ол үшін бізге 6 қасық, қант, құм, крахмал, тоз, саз, топырақ және суы бар 6 стақан қажет болады. Ал енді тәжірибемізге кірісейік. Қалай ойлайсың, Айару, қазір не болады? Менің ойымша, қант суда ериді. Көрейік, онда ери ме, ерімей ме? Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Кәне, араластырып көр. Не байқап тұрсың, Айару? Бұл жерде құм еримеді, бірақ судың ғана түсі өзгерді. Мүмкін уақыт өте келе еритін шығар, қалай ойлайсың? Иә, солай да болуы мүмкін. Ерітіндінің түсі өзгеріп кеткен сияқты. Иә, менің ойымша крахмал еріп кетті. Еріп кетсе, әдетте су мөлдір болады. Мынаны қарап тұрсаң, судың барлығы ақ түске айналып кетті. Иә. Балалар, бұл тәжірибе үйде өте оңай жасалады. Кез келген затты алып, суға ерітіп көріңіздер. Ери ме, әлде еримей ме? Тұздың кейбірі еріді, ал кейбірі еримеді. Балалар, не байқап тұрсыңдар? Қандай өзгерістер болып жатыр? Бұл жерде саз еримеді. Судың ғана түсі өзгерді. Бұлай қарап тұрсақ, топырақ бірден суға батпады. Судың бетінде қалқып жүр. Балалар, қалай ойлайсыңдар, неліктен солай болды? Айару, сенің ойың қандай? Неліктен топырақ судың бетінде қалқып жүр? Себебі топырақта ауа көпіршіктері бар. Дұрыс айтасың, сондықтан да ол судың бетінде қалқып жүр. Сонымен судың ерекше қасиеті заттарды еріте алуы. Заттардың көбі суда еріп, ерітінді түзеді. Еру дегеніміз бір заттың бөлшектерінің екінші заттың бөлшектерімен біркелкі араласуы. Жаңағы тәжірибеден қорытынды жасайтындай болсақ, заттардың суда ерігіштігі бойынша 3 топқа бөлуге болады. Жақсы еритіндер, нашар еритіндер және еримейтіндер. Заттардың ерігіштігі температура мен заттың табиғатына байланысты. Қатты заттардың көбі температураны арттырғанда ғана оңай ериді. Сұйық заттар да суда ериді. Мысалы, сірке суы, компот, тағы да басқа. Немесе еримейтін сұйықтар болады. Мысалы, өсімдік майы. Табиғаттағы судың құрамында еріген минералды заттар болады. Судағы еріген зат мөлшері оның кездесетін жеріне байланысты. Жерге сіңген су тау жынысындағы түрлі минерал заттарды ерітіп, өз қасиетін өзгертеді. Судың дәмі мен иісі пайда болады. Жаңа қасиеттерге ие болған жер астынан шығатын суды минералды су деп атайды. Минералды су салқын, жылы және ыстық күйде кездеседі. Оның құрамында еріген тұз бен газ болады. Минералды су адам ағзасындағы түрлі ауруды емдеу үшін қолданылады. Сен білесің бе, күмістің емдік қасиеті ертеден ақ белгілі болған.
ата бабаларымыз күміс ыдыспен тамақтанып, суды күміс ыдыста сақтаған. Суда күміс өте аз мөлшерде еріп, суды тазартады. Күмістелген су тістің қызыл иегін зақымданудан сақтайды. Бактерияларды, улы заттарды жояды және асқазан ішек жолдарын тазартады. И тапсырмасы балалар, ойлан тапсырмасы және 74-75 беттерді мазмұндау. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.